Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз бактерия пішіндері жайлы тақырыппен танысамыз. Ол үшін оқу мақсатымен танысайық. Бүгінгі сабақта біз бактериялардың түрлі пішіндерін сипаттай алуымыз керек. Бағалау критерияларымыз мынандай. Бактериялардың біріншіден құрамдас бөліктерін атай алуымыз керек. Екіншіден, сурет бойынша бактериялардың төрт түрлі пішінін анықтай алуымыз керек. Ол үшін бізге білімленд платформасы қажет болады. Яғни сіздер сол жердегі тапсырмаларды, видеоларды көру үшін білімленд платформасында биология пәнін таңдайсыздар, оның ішінде эволюция тармақшасын таңдайсыздар. Биология тіршілік туралы ғылымның ішіндегі, папкасы ішіндегі бактерия жасушалары сабағын таңдайсыздар. Яғни бірінші критерий бойынша сабақтың мақсатына жету үшін біз бактерияның құрамдас бөліктерімен танысамыз. Бактериялар өте қарапайым ағзалар болып табылады. Олар бірақ жасушадан тұрады және жасушасының ішінде ядро болмайды, бірақ ядролық зат ДНК болады. Яғни ДНК оларға көбею үшін қажет. Нәруыз синтездеу үшін оларға рибосома қажет. Жәнедегі сол ішіндегі құрамдас бөліктерін бір-бірімен байланыстыру үшін цитоплазма болады. Бактериялардың қозғалуын қамтамасыз ететін талшық болады. Ең сырты жасушаның капсуламен қапталады. Ол капсула бактерияларды қолайсыз жағдайдан қорғайды. Капсула ішінде екі мембрана орналасқан. Біріншісі жасуша қабырғасы және ішіндегі беттік немесе плазмалық мембрана болады. Және суретте көрсетілмеген ас қорытуға қажетті вакуольдері болады. Тағы да толығырақ бактериялардың құрылысы жайлы білу үшін біз видеоға назар аударайық, яғни білімленд платформасының видеосына. Прокариот жасушаларының рибосомалары бар. Бірақ олардың эукариоттарға тән ешқандай да мембранамен шектелген органеллалары болмайды. Олардың митохондриясы, Голджи жиынтығы және лизосомалары жоқ. Бактерияның генетикалық материалы қос тізбекті ДНК-ның бір сақиналы бөлігінен тұрады. Оны генофор деп атайды. Ол цитоплазмада орналасқан және ядролық қабықшамен қапталмаған. Прокариот жасушаларының көбісінің беттік мембранасының сыртында жасуша қабырғасы болады. Ол полисахарид пен нәруыздан тұрады. Және ол жасушаның экзоқаңқасы ретінде қызмет атқарады. Жасушаның беттік мембранасы өз кезегінде түрлі заттарды жасуша ішінде және сыртына тасымалдауда маңызды рөл атқарады. Жасушаның беттік мембранасы мен қабырғасынан басқа бактерия жасушалары капсуламен қапталған. Жасуша қабырғасының сыртындағы бұл қабық бактерияны зақымданудан қорғайды. Бактериялар жиырылғыш нәруыздардың иілгіш талшықтарынан тұратын жіпшелер талшықтары арқылы қозғалады. Кейбір бактериялар басқа заттардың арасында жасушаның субстратқа бекіну үшін жасуша қабырғасының кішкене өсінділерімен пилемен жабдықталған. Жақсы, мінекей біз сіздермен толығырақ бактериялардың құрылысымен таныстық. Енді екінші критерий бойынша біз бактериялардың түрлі пішіндерімен танысуымыз керек. Яғни негізі бактериялардың төрт түрлі пішіні бар. Біріншісі шар тәрізді бактериялар, кокка деп аталады. Екінші таяқша тәрізді бактериялар, бацилла деп аталады. Оралма тәрізді бактерияларымыз спирилла деп аталады. Және үтірге ұқсас бактерияларымыз вибрион деп аталады. Мінекей таяқшаға ұқсас бактериялардың келбеті мынандай болады екен, балалар. Оралма тәрізді бактерияларымыз спириллалар. Үтір тәрізді бактериялар вибриондар. Және шар тәрізді бактериялар коккалар. Осы коккаларға толығырақ тоқталсақ, коккалардың бірнеше түрі болады екен.
яғни бірақ қана шардан түзілсе кокка деп аталады. Ал енді грек тілінен білеміз, ди деген латын тілінен, грек тілінен аударғанда 2 деген санды білдіреді. Сондықтан 2 коккадан тұрған бактерияларды диплококка деп атаймыз. 4-тен орналасқан, мінекей, 4-тен орналасқан бактерияларымыз тетракоккалар деп аталады. Тетра деген білеміз, 4 ол тағы аудар, грек тілінен аударғанда. Және моншақ сияқты тізбектеліп бір-бірімен орналасса коккалар, оларды стрептококка деп атайды екенбіз. Жүзім тәрізді орналасса стафилококка деп атаймыз. Және текшелер түзсе, дұрыс текше түзсе, онда сарцина деп атайды екенбіз. Коккалардың бірнеше түрі бар. Қайталап өтсек, мінекей, диплококка, жүзім тәрізді стафилококка, 4-тен орналасқан бактерияларымыз, коккаларымыз тетракокка, дұрыс текше түзген бактериялар сарцина, және моншақ тізбек құрған коккаларымыз стрептококка деп аталады. Тағы толығырақ біз Білімленд платформасындағы видеомен танысайық. Бактерияның жасушалары микробүрлермен ең ұсақ бактериялар микоплазмалардың диаметрі орташа алғанда 0,125 микрометр болады. Олар толықтай жасуша қабырғасынан айырылған. Сондықтан түрлі пішінді болып келеді. Бактерия жасушаларының түрлі пішіндері жасуша қабырғасымен ғана емес, олардың бөліну жолдарымен де анықталады. Бактерияның негізгі пішіні шар. Бұндай түрі кок деп аталады. Коктардың бір жазықтық бойынша бөлінуі бір-бірімен байланысқан 2 коктан тұратын қысқа тізбекті түзеді. Бұл пішін диплокок деп аталады. Егер бактерия жасушалары бөлінуді жалғастыра берсе, олар 4-20 жасушалардан тұратын тізбек құруы мүмкін. Бұл стрептокок деп аталады. Коктың 2 түрлі жазықтықта бөлінуі тетрада деп аталатын пішін түзеді. Әрбір бөлінуден 2 ұрпақ жасуша пайда болады. 3 түрлі жазықтықта жүйелі түрде бөліну сарцина деп аталатын пішін түзеді. Дәл осындай, бірақ жүйелі емес түрде бөліну стафилокок деп аталатын пішін жасайды. Коктан басқа бактерия жасушаларының 2 пішіні бар: бацилла және спирилла. Амеба сияқты кейбір эукариот жасушалары Жақсы балалар, біз сіздермен мінекей 2-ші критерий бойынша бактериялар пішінімен таныстық. Енді бүгінгі сабақ мақсатына қаншалықты жеткенімізді білу үшін тапсырмалар орындап көрейік. Бірінші тапсырмамыз суретке қарап, назар аударып жақсылап, бос орындарға бактерияның құрамдас бөліктерін жазып шығуымыз керек. Яғни біз бактерия құрылысын жақсы біле алдық па, дұрыс атап жаза аламыз ба, соны тексеруіміз керек. Жақсы жазып болсаңыздар, біз тапсырмамызды тексеріп көрейік. Яғни біз бактериялардың талшығын мінекей білеміз. Ас қорытуға қажетті вакуолі бар екен. Нәруыз синтездеуге қажетті рибосома, сыртқы қолайсыз жағдайлардан қорғайтын капсуласы, оның ішіндегі плазмалық мембранасы, оның ішіндегі беттік мембранасы және ядролық зат ДНК жіпшесі бар екен. Яғни сіздер жақсылап бәрін дұрыс жазып шықсаңыздар, бүгінгі бірінші критерийға жақсы жеткендеріңізді білеміз. Яғни бактерияның құрылысын жақсы түсіндіңіздер. Ал енді қателеріңіз болып жатса, онда жаңағы Білімленд платформасындағы бактерия жасушасы сабағын тағы да жақсылап қарап, танысып, қайталап білімдеріңізді шыңдауды қажет етеді екен. Екінші тапсырмамыз бактериялардың пішіні бойынша. Яғни суретте көрсетілген бактериялардың пішінін бос яшықтарға жазып шығу керек. Орындап болсақ тексерейік, балалар. Яғни шар тәрізді бактерияларымыз кокка деп аталады екен.
оралма тәрізді бактерияларымыз спирилла және таяқша тәрізді бактерияларымыз бацилла деп аталады. Қатесіз орындағандарыңызға мен сенемін. Қателеріңіз болса, онда осы тақырыпты тағы да қайталап білімімізді шыңдаймыз. Үшінші тапсырмамыз сызба ретінде берілген. Бұл жерде сызбаға сіздер бактерияның пішіні бойынша классификация жасап, оның суретін суреттеруіңіз керек. Тапсырманы аяқтап болсақ, тексеріп көрелік. 4 түрлі бактерия пішіні: кокка шар тәрізді, бацилла таяқша тәрізді, спирилла оралма тәрізді және үтір тәрізді вибрион деп аталатын жақсы түсіндік деп ойлаймын. Жақсы балалар, егерде 3 тапсырманы да қатесіз орындансаңыздар, онда өте жарадыңыздар. Қате болса, онда тақырыпты жақсылап қайталайық. Білімленд платформасынан жаңағы сабақты қайтадан орындап қарап көрейік. Келесі тақырыбымыз біз бактериялардың адам өміріндегі маңызын зерттейтін боламыз. Сол үшін үйге тапсырма сіздерге мынандай. Барлық тапсырмамыз айран үйіту үдерісіне байланысты. Сіздер таңдау жасайсыздар. Бірінші, сіз тек қана нұсқау жазып, айран үйіту процесінің жаңағы нұсқаулығын жазасыздар. Немесе бейне жазба түсіресіздер, бірақ бейне жазба 1 минуттан аспау керек. Екі тапсырмамызда айран үйіту үдерісіне байланысты. Екі тапсырма жасағанда сіздер қандай температураға жетеді, қандай температураға жет, қанша уақыт кетеді екен айран үйітуға этаптарына және айранның сақталу ұзақтығы қандай екеніне назар аударып, жаңағы нұсқаулық немесе бейне жазба түсіресіздер. Сау болыңыздар.